бір аптадан кейін 23 және 24 сәуір күні Қазақстан Ассамблеясының кезекті сессиясы болғалы жатыр. Естеріңізге сала кетейін, 2022 жылы осында сессияда Тоқаев біздің ата заңымызға байланысты өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жасап, көп ұзамай референдум өткізген. Сол секілді бұл отырыста біздің мемлекетімізге байланысты, тәуелсіздігімізге байланысты, болашағымызға байланысты осындай ұсыныс жасамайтынына кім кепіл бере алады? Сондықтан біз алдын ала Алға Қазақстан партиясының бастамашыл және ұйымдастыру топ мүшелері одақтық мемлекетке Ресейге қосылуға түбегейлі қарсы екенімізді айтамыз. Және халыққа үндеу тастаймыз, челлендж жариялаймыз. Өздеріңіздің қарсылығыңызды білдіріп, осындай үндеу тастаңыздар. Билік естісін халықтың даусын. Алға Қазақстан.